есімім Аружан. Биыл осы 11-ші сыныпта оқып жатырмын. 11-ші сынып бітіргеннен кейін Инияз университетіне Абылайхан атындағы туризм факультетіне түскім келеді. Бизнесімді осы туризм туралы. Мен бүгін осы Алматы қаласына арнайы осы тренинг үшін Текелі қаласынан келіп отырмын. Текелі қаласы Алматы облысындағы қала, ол жерде өте әдемі жерлер көп. Жақсы. Және Қазақстанда туризм дамып жатыр. Супер. Сол үшін туризмдарды реклама жасап интернетке. Супер. Соларды шақырса, оларға мен біздің жерлерді көрсете аламын. Гид болып. Тамаша. Гид болып, тарихын айтып жерлерін, оларға гостиница тауып беріп. Тамаша. Өте жақсы бизнес негізгі, дамытатын бизнес. Мен Монғолияға бардым, Монғолияда 1 жылда жүрдім. Бүкіл әлемдегілер Монғолияда жүр. Өйткені оларға экзотика керек. Киіз үйінде тұру, ана сиырды сауып ішу, ана қодасты сауып ішу, аңға шығу, қасқыр қуалау, тауда жату. Қырғызстанда да керемет дамыған. Қырғызстанда мен барсам, таудың тауында мотоциклмен, неменемен немістер, ағылшындар, француздар толып жүр. Өкінішке қарай Қазақстанда дұрыс дамымай жатыр да, дұрыс дамыта алмай жатырмыз. Сондықтан саған алдымен просто қазақстандықтарды апару керек. Біз жақында Көлсайға бардық, өзіміздің командамызбен де, кәдімгідей ақша жалдап біреуді апарып келді. Көлсайға бару, бархандар бар, біздің чарын бар да. Солардың бәріне алдымен саған не істеу керек? Туристік компанияларды зерттеу керек. Соның ішіндегі ең бір кішкентайын тауып алып, солар не істеп жатыр? Сайты қандай, қай жерге апарады, прайсын, бағаларын түгел біліп алу керек болды да. Содан маршруттарын түгел анықтап алу керек. Сонда лажы болса, қазір сен айтасың, біреуіне барып 1 айда, 2 айда жұмыс істеу керек. Кейде просто волонтер болып жұмыс істеуге болады да. Мен жақсы көремін, оқып жатырмын, кейін туризм болғым келеді. Давай ана жаққа апарып көрейін, сөйлесейін деп. Адам өмірінде болашақ саланы таңдау, болашақ жарыңды таңдаудан кем емес, өте жауапты іс. Егер сіз қай кәсіпті, қай саланы таңдауды білмей басыңыз қатып жүрсе, төмендегі сілтемемен кіріп, осы видеоны көріп шықсаңыз, көптеген сұрақтарыңызға жауап аласыз. Тіл білесің бе? Ағылшынша? Иә, білемін. Супер, ағылшынша тіл білсең болды. Бізде туризм енді зачаточный саста енді басталып жатыр да. Қазақстанда кім дұрыс айтып отырсың, апаратын, осы Алматының өзінде де апаратын жер. Көлсай бар, Большой Алматинский озері бар, осы жерде Чарын бар, Бающий барханы бар. Мысалы, біздің өзімізге, мысалы, бизнес бастауға келіп, бізге дұрыс ұсыныс жасасаң, бізге не керек? Біздің уақытымыз жетпейді, айтасың. Міне автобусын дайындап қойдым, барған жерде аттарды қыдыратын ат дайындап қойдым, жататын жерді дайындап қойдым, тамақты дайындап қойдым, бізге меню дұрыс тамақ керек барғаннан кейін де, бәрі болды, басымыз қатпайды, оған біз ақшамыз бар, төлеуге дайынбыз, бізге ұйымдастырып жүр. Қазақстан айтасың, міне аға, кім 50 адам апарасың ба? Жақсы. Кісі басынан маған 200-2000 теңгеден төлесеңіздер, қалғанның бәрі міне прайс көрсетем. Мысалы айтасың, барғанға автобусың міне, кісі басынан 10.000 теңге, соны ашық көрсетесің, болды. Примерно білесің, өзің айтасың, 8.000 теңге сіздердің расходыңыз, 2.000 теңге менің пайдам. Апардың бір немеден 100.000 теңге таптың. 2.000 теңгеден біз төлеуге дайынбыз. Егер бүкіл шаруаң шешіп беріп отырса, автобусың дайындап қойса, тамағыңды апаратын болса, барғанда мінетін атыңды, жататын жеріңді, бәрін, постелің қандай болады, түгел ұйымдастырып қойса, неге төлемеске бір 2.000 теңге үстінен? Төлейді кез келген адам. Бірақ негізгі ақша шетелдіктерде. Негізгі ағылшынша дұрыстап беретін болсаң, жаңағы жерлердің фотосын түсіріп, бәрін жасап, келгенде трансфер қарсы алып, автобусын бәрін дайындап қоятын болсаң, супер жақсы бизнес. Бастапқы капитал практически керек жоқ. Ол үшін апаратын жерге бірақ Көлсайға апарасың ба? Көлсайды барып, қай үйдің қарсы алады, қай үйдің тамағы қандай, мінетін аттары қандай, маршруты қандай, түгел сен жақсы білу керексің. Соның кейін барып, просто апару керек екен, бір жерге біреуді қосып жібере салам деп емес, бас аяғын түгел біліп алу керексің де. Текелінің өзінде де неме? Бізде спорт комплекс бар, мен ылғида походтарға барып тұрамын. Молодец, супер, жақсы. Ешқандай капитал керек жоқ, прям ертеңнен бастап бастасаң болады. Қазақстаннан бастау керек, соңын ары қарай түріктерге, арабтарға, ағылшындарға, француздарға бәріне жіберу керек. Осылай мен және де туристерінде түрі болады, әсіресе осылай далаға барып, походпен, атпен жүргісі келетіндер көп комфорт тілемейді. Олар, как правило, өте бай адамдар емес та, оларға қол жетімді бағамен жасайтын болсаң, еще ағылшынша сөйлеп, қазақша қазақтың тарихын, қазақтың дәстүрін, тамағын бәрін білдіп етіп отырсаң, кетер кезде еще сувенир, қамшысын бәрін дайындап, киімін, бір сақина, сырғасын бәрін дайындап береді болсаң, одан да қосымша ақша табасың. Супер, жақсы. Енді қалай сайт жасау керек, таргетинг қалай жасау керек, ағылшын тілінде, түрік тілінде, басқа тілде жіберіп, бүкіл әлемге реклама жасап жіберуге болады. Осы жерге келгенде түгел үйрене аласың. Тамаша, жақсы.